Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті қажет арнасының көрермендері. 21 тамызда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Нұр Отан партиясының кеңейтілген отырысын өткізген еді. Отырыс барысында үкіметтен көмек сұраған көпбалалы аналар мен халыққа Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көп сыйлықты. Мемлекеттен микрокредит алыңдар, оған сиыр сатып алып сауыңдар. Артылған сүтін базарға апарып сатып жандарыңды бағыңдар деген еді. Соған байланысты Facebook желісінде халық сансаққа жүгіртіп, әзілі бар, ащы кекесіні бар сөздер жазып жатыр. Ендеше сіздерге қызықты, мән мағыналы дегендерін ұсынай кетейін. Айнұр Сағиева президенттің біраз уақыт жоқ болып кеткенін ойласа керек, ол Оралды жалғыз емес, екі сиырмен деп күліп жатыр екен. Шала қазақша сөйлеп күлкіге қалып жүретін депутаттың сөзіне сайда әзіл жазып қойыпты: бір сиыр жақсы, екі сиыр өкінішке орай. Жұбайлардың ойларына байланысты әзіл екен, екі сиыр күніне қанша сүт береді екен деп күйеуі ойлап жатыр. Екі өгіз бар елге екі сиыр керек деп ойланып жатыр екен Сәуле Әбілдаханқызы. Сиырлар өздерін әрең асырап жүрсе, адамдарды қалай асырайды? Мұрат Нұрлан. Мақсат 65 олигархтарға мұнай скважинасы, қазаққа екі сиыр. Тоқалы барлар 4 сиыр ала ма сонда деп сұрап жатыр екен Мұса Мұхтар. Екі сиыр алсаң жем-шөп сұрамайды, қораңда тұрып бұзаулап фляк-фляк сүт береді екен ғой. Неге бұрын айтпағансың атау деп ренішін білдіріп жатыр екен Майра Жүсіп. Санымыз азайып кете ме деп қазақ күдікті, санымыз өседі деп сиыр үмітті деп ұйқастырып қойыпты Болат Жетекбай. Бірін-бір емсе кредитті қалай жабамын деп сиыр иесі басын қасып отыр екен. Мен үшін Назарбаевтың нәнәнайы Алдаркөсенің әлеулайымен бірдей, не жыры бітпейді, не сайтаннан түспейді. Өйтолған Жареке болса екі сиыр алып өз үш қоңырды жайлап көрмеді ме деп ұсыныс айтты президентке. Айтқожа Фазылов болса екі сиыр қысыр-қала көрмесін, онда қазақтар өздерің жалқаусыңдар дейтін болады деп президенттің сөзіне күмәнмен қарап отыр екен. Екі сиыр хит болды, сенде кредит алып ырымдап екі сиыр алсаң, онда мұратыңа жетіп, әлдекімдер ұқсап шал болғанша қатын ала бересің деп бір кісіні мазақтап жатса керек. Ол кісінің әр экранға шыққаны қазақстандар үшін прикол ұстау күні болатын болды. Жаңа анекдоттар, әзілдер шығады. В общем, өмір қызық болады, дейді саясаткер Бауыржан Серікбаев. Ендігі бағыт бұлай болатын шығар: әуелі сиыр, содан кейін саясат. Елдің алдында отырып қанша сөз айтты, бірақ халықтың есінде қалғаны екі сиыр болды. Ел сенімінің деңгейі осы. Халқының сенімін жоғалтқан бұндай саясаткер енді қандай реформа жүргізе алуы мүмкін? Тем более 30 жылдан кейін. Абай бар болса, елбасына айтар ма еді: сиыр сауу мен жер байлығын сауу екі түрлі нәрсе деп жатыр екен саяси әзіл астарымен. Екі сиыр сатып алып бала шағаңды асырау мүмкін емес деп халықтың жағдайын айтып жатыр екен. Ауылдың бәрін жекешелендіріп құртып, жерін сатып, мектептерін, мәдениет үйін бәрін құртып, дым қалдырмай енді ауылды паразитке теңеді. Айтпақшы, президент ұсақ ауылды паразитке де теңеген еді. Бауыржан Серікбаев сиырлар партиясы, есектер партиясы деп партия құратын болдық. Біздің Нұр Отанды сиырлар партиясы деп атасақ та болады дейді. Ескі елбасының партия жиындағы сөзінен кейін билікке деген халықтың көзқарасы өзгергендей, жүйені ауыстырмай оңбаймыз дейді Ерлан Ертуған. Кеше тағы Экспо 2017-ні түгел араладық. Қаңырап тұрған кеңселер, қайран желге ұшқан 5 миллиард. Сол ақшаға қаншама сиыр алар едік деп өкініш білдіріп жатыр екен. Екі сиыр айран, екі қошқар ойран. Сүттің литрі қаншадан болып жатыр жұртым? Мына түрімізбен байымаймыз. Бәріміз сүт сатсақ оны кім алады дейді. Онысы да рас. Бүгін Қазақстандағы әр екі сиыр құнын біліп, бақыттан желіндері сыздап, созылып тұрып, Ақорда жаққа қарап бір мөңіреген шығар. Екі сиыр, екі елбасы, әлде қандай байланыс көремші. Әр сөйлеген сайын сый кетіп барады. Енді 1-2 жыл осылай сөйлей берсе, халық бір эфирін көріп, жаппай көшеге шығатын деңгейге де жетеміз. Жалпы Ақорда политехнологтарына бір кеңес: елбасы мейлінше аз көрінген жақсы, елдің тыныштығы үшін әрине. Расында да сый кетіп барады. Халық жаппай мазақ қылуға ашық көшті. Одан әрімен не айтса да, дұрыс па болмаңыз демес, ел жаппай прикол ұстай береді енді, дейді Бауыржан Серікбаев. Орыс апаның квартирасын жалдап, балконында екі сиыр бағып, артылған сүтін сатып күн көрген ғой. Содан түнде екі сиырды полициялар ұрлап кетіпті. Кімге не деп арызданам дейді көрші. Бірнеше мәселе осы, бірнеше сөйлемді деп ойлаймын. Әттең, сиырларға Facebookқа кіру мүмкіндігі берілсе, дүние жаралғалы бақытты сиыр біз екенбіздер еді. Бүгінгі посттарды оқып. Қайрат Жолдыбай ағамыз: о сиыр, сен неткен бақытты едің, әп-сәтте жұлдыз болдың. Жұрт жаппай сен жайлы жазып жатыр, тіпті ақындар сен жайлы өлең шығарды. Енді бүкіл әлем халықтың әл-ауқатын жақсартудың қазақстандық жаңа үлгісі тұрғанда, біз немереге тыраштанып жүрміз осы деп бастарын қасып жатыр. О екі сиыр. Даудың басы елбасының екі сиыры дейді Ерлан Төлеутай ағамыз.
Өзі 30 жыл отырып, әлі де төрден түспей, 10 жыл отырған ректорларды сынайды, қаншалықты әділетті. Барлығы өзінің шәкірттері емес пе, дейді Қайрат Нұрғанат. Өтірікшінің шын сөзі зая кетер, қазақ атам айтқан сөз дейді. Назарбаев 27 жыл жүргізген саясатының арқасында өз қолымен құрған сыбайлас жемқор қоғаммен өз күресуге дәрменсіз болып қалды дейді Ғани Алиев. Мұртаза Жүнісұлы болса, қазақты сиыр бағуға емес, ғылымда жаңалық ашуға ынталандыру керек дейді. Ал мына жерде сиыр бағатын адамға қора саламын деп әзілдеп жазып қойыпты. 30 жыл осындай бай елді басқарып, карьерасының соңында халқына сиыр бағып күн көріңдер дегенде де айттау деп өкініш білдіріп жатыр. Әдемі қартаюда шыққан биігінен әдемі түсуде әркімге нәсіп емес. Әзілің жарасы атаңмен ойна, бүгін түсіндім. Жынды болса байлап бақ. Бұл сөзінде кезегі жақын сияқты.